Қармақшы ауданы Қызылорда облысының орталық бөлігінде орналасқан әкімшілік аумақтық бөлініс. Аудан 1927 жылы құрылған, жер аумағы 31 мың шаршы шақырымды құраса, тұрғындар саны бүгінде 53.900 адамға жеткен. Аудандағы 28 елді мекен, 2 кент және 12 ауылдық округке біріктірілген. Нарық экономикасына өтуге байланысты Қармақшы жерінде кәсіпкерлік дамып келеді. Ауданда 242 ірі шағын және орта кәсіпкерлік нысан тіркелген. Қызылорда облысы әділет департаментінің кәсіпкерлікті қорғау, халыққа заңгерлік көмек беру, заң кеңестері мен жаңадан қабылданған құқықтық актілерді түсіндіру мақсатындағы көшпелі отырысы Қармақшы өңірінен бастау алды. Қиыршық тас өндірумен айналысатын мекеме ұжымымен кездескен сала қызметкерлері жұмыскерлерге заңнамалық тұрғыда түсіндірмелер жасап, сұрақтарға жауап берді. Одан әрі кәсіпкерлердің, жасы заңгерлердің, әкімдік өкілдерінің басын қосып, дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік жаһандық индексі көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған семинар өткізді. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған көшпелі отырыс Қазалы ауданында жалғасты. Облысымыздың батысында орналасқан Қазалы ауданы 1928 жылы құрылған. Жерінің аумағы 37,4 мың шаршы шақырымды құраса, тұрғындар саны 69.400 адам. Аудандағы 59 елді мекен, 1 қала, 1 кент және 14 ауылдық округке біріктірілген. Киелі Қазалы жеріне табан тіреген әділет органының қызметкерлері Қазалы вагон жөндеу депосының еңбеккерлерімен жүздесіп, темір жолшылардың жұмысымен танысты. Мұнан соң дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік жаһандық индексі көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған индикаторлар, оның ішінде әділет органына жүктелген 4 индикатор бойынша баяндамалар жасалды. Жылжымайтын мүлік пен заңды тұлғаларды тіркеу, зияткерлік меншікті қорғау, сот актілерін орындау салалары бойынша атқарылған жұмыстар мен заңнамаларға енгізілген өзгерістер жайында сөз қозғалды. Көшпелі жиын ұйымдастырушылардың келесі нысаны Арал ауданы болды. 1929 жылы құрылған Арал ауданындағы 58 елді мекен, 1 қала, 2 кент, 14 ауылдық округке біріктірілген. Жер аумағы 60.400 шаршы шақырымды құрайтын Арал ауданының халқы 77.029 адам. Облысымыздың ең шалғай ауданына келген әділет департаментінің өкілдері Арал тұз акционерлік қоғамының жұмысшыларымен кездесіп, тұз өндіру барысын тамашалады. Бұл кәсіпорында тәулігіне 430 тонна тұз дайындалады. Сапалы ас тұзымен танымал Арал тұз акционерлік қоғамында 1200 адам 3 ауысымда үздіксіз жұмыс жасайды. Облысымыздағы іргелі өндіріс саналатын Арал тұз акционерлік қоғамының қызметкерлері әділеттіктердің заңнамалық өзгерістер мен толықтырулар жайындағы баяндамаларынан көптеген мағлұматтар алып, құқықтық өрісін кеңейтті. Бизнесті тіркеу, мүлікті жария ету, автор құқықты қорғау, нотариустар мен адвокаттардың заң қызметі, азаматтық хал актілерін тіркеудегі жаңалықтар жайында толыққанды ақпараттар ұсынған әділет органының өкілдері тұрғындар сұрағына жауап беріп, заңдық кеңестерін айтты. Құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытталған жадынамалар ұсынды. Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік деңгейіне сәйкес Қазақстан 42 орынды иеленіп, өз рейтингісін 8 сатыға жоғарылатты. Бұл елімізде атқарылған жүйелі мақсатты жұмыстардың нәтижесі деп білеміз. Әділет органдары да өз құзыреті шегінде тиісті индикаторлар көрсеткіштерін көтеруге атсалысып келеді. Жергілікті өңірлердегі аралау арқылы халықтың өзекті мәселелеріне құлақ түріп, шешу жолдарын қарастыру, заңдылықтарды түсіндіру, заңнамалық бағыт-бағдар беру әділет департаментінің басты қызметіне айналған. Бұл халықтың құқықтық мәдениетін арттырып, құқықтық сананың жетілуіне, әр азаматтың өз мүддесін қорғай алуына мүмкіндік бермек. Тәуелсіз құқықтық елімізде азаматтардың құқықтары мен теңдігі, еркіндігі мен татулығы әрдайым жоғары тұруы тиіс.